Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Айжан, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен пари брест немесе колечко жасайтын боламыз. Ең алдымен заварное тестамызды дайындап аламыз. Мына жерде менде ыдысымда сүтіме су құямын және сары майымды салып, сары майым ерігенге дейін отта ұстайтын боламыз. Міне біздің майымыз толығымен еріді. Енді осыған тұзымызды және қантымызды салып араластырамыз және ұнымызды барлығын бірденен саламыз, жақсылап араластырып отқа қоямыз. Міне қамырымызды су тартылғанға дейін, асты жапса бастағанға дейін отта ұстайтын боламыз. Міне асты жапса бастаған кезде оттан аламыз. Енді осы қамырымызға барлық жұмыртқамызды салып, миксердің көмегімен миксерлейміз. Міне бізде осындай қамыр шығады, енді мешочекке саламыз. Міне мен мешочегіме осындай насаткамды салып алдым. Насаткамның номері 8F-ті. Енді жаңағы қамырымды толығымен барлығын осы мешочекке құйып аламын. Енді отсадка жасаймыз. Силиконовый коврик қолданғандарыңыз дұрыс. Міне осылай домалақ етіп, қамырдың барлығын отсадка жасап шығуымыз керек. Және қызып тұрған пеште 160 градуста әр коврикті бөлек-бөлек 1 сағатта пісіріп аламыз. Келесі кремін дайындаймыз. Мына жерде менде творожный сыр және осыған қантымды салып, бір миксерлеп аламын. Қант пен творожный сырымыз біріккенге дейін. Міне біздің қантымыз бен творожный сырымыз бірікті. Енді сливкемізді құйып, крем болғанға дейін миксерлейміз. Кремімізді мешочекке саламыз. Мен міне осындай насадка қолдандым. Бұндай насадка қолданбасаңыздар да болады. Міне біздің колечкаларымыз осындай болып пісті. Толығымен суыған соң ғана осылай ортасынан кесіп аламыз. Міне біздің колечкаларымыз өте воздушный болып шықты. Енді барлық колечкаларымыздың арасын креммен толтырып шығамыз. Толтырып, молынан кремімізді жағып шығамыз. Барлық колечкаларымыздың арасына кремімізді жағып шықтық. Бетіне нетающая сахарная пудра сеуіп ұсынсақ болады. Өте дәмді, өте нежный шығатын пари брест десертіміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарийға сұрақтарыңыз болса жазып өтіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.